Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 9-шы сынып 3-ші жаттығуды орындаймыз. Оған дейін сіздер тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып отырсаңыздар болады. Бірінші жаттығуды орындаймыз. Бірінші есепті. Бір қалыпты қозғалыстағы автокөлік жолдың 3/1 бөлігін 20 метр секунд жылдамдықпен, қалған бөлігін 36 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтеді. Оның барлық жолдағы орташа жылдамдығын табуымыз керек. Біз бірінші жолды S1 деп алдық. 3/1 S-ке тең, өйткені 3/1 бөлігі деп тұр. V1 белгілі, S2-ні 3/2 бөлік деп алдық, өйткені бізге қалған бөлік деп тұр. Қалған бөлігі ол бізде 3/2 болады. 3/1-ден қалғаны 3/2 деген сөз. Мына жерде бізде километр сағатпен берілген, соны метр секундқа айналдырамыз. Ол тең болады 10 метр секундқа. 10 метр секундқа тең. Енді бізге V орташа жылдамдықты табуымыз керек. V орташа жылдамдықтың формуласы ол бізде S1 қосу S2 бөлінген T1 қосу T2-ге тең. Енді осы жерде бізде T жоқ. T-ның формуласын жазайық. T1-дің формуласы бізде тең болады S1 бөлінген V1-ге. S1, V1 орындарына қоямыз. Сонда бірде 3/1 S бөлінген 20 болады. 20 метр секунд. Метр секунд. И жауабы 60 бөлінген 1. 60-та 1. Неге қысқарады ғой? Көбейтіледі ғой төменге түскен кезінде. Сонда 60 бөлінген 1 S болады. Енді T2-ні табамыз. T2-ні дәл сондай сәйкесінше S2 бөлінген V2 болады. S2 дегеніміз ол бізде 2 бөлінген 3 S-ге тең. V2 10 метр секундқа тең болады. Метр секундқа. Сонда жауабы болады бізде 15 1 S болады. Енді осыны біз мына формулаға келтіреміз. Осы формулаға қоямыз барлығын. Мынаны мен былай осы жақтан бөліп, мына жерге жазамын. V орташа тең болады S1-дің орнына 1 бөлінген 3 S-ті қоямыз. Қосу 2 бөлінген 3 S бөлінген 1 бөлінген 60. 1 бөлінген 60 S қосу 1 бөлінген 15 S тең болады. Мына жерде екеуі қосылған кезінде S өзі қалады. Өйткені 1-ге 2-ні қосасын 3, 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сондықтан астында ортақ бөлімге келтіреміз. 4-тен келтіреміз мына жерде. 4-тен келтірген кезінде мынау 4, мынау 1 болады. 5 бөлінген 60. Сонда былай жазып қойын, түсінікті болсын. S қосылған 4S бөлінген 60. Бұл жерде S бөлінген 5S бөлінген 60-қа тең. Мынау S пен S кетеді. Сонда тең болады 60 бөлінген 5. 60 төбеге түседі. Сонда 60 бөлінген 5 бұл тең 12 метр секундқа. Сонда жауабы бізде орташа жылдамдық ол бізде 12 метр секундқа тең екен. Екінші есеп. Қозғалыс басталғаннан кейін 6-1 минут өткенде пойыздың жылдамдығы 0,6 метр секундқа жетті. Қозғалыс басталғаннан кейін қанша уақыт өткен кезінде пойыздың жылдамдығы 3 метр секундқа тең болады. Сонда біз T2-ні табуымыз керек. T1-ді мына жерде бізде секундқа айналдырамыз. Ол кезде 60-қа көбейтіледі ғой. Сонда болады 10 секунд. Енді T2-ні табу үшін бірінші T1, бірінші жағдай үшін, сосын екінші жағдай үшін жылдамдық теңдеулерін жазып алайық. V1 бірінші жағдай үшін ол бізде V0 қосылған A T1-ге тең. Осы жерде бізде V0 0-ге тең, өйткені ол басталғаннан деп тұрды. То есть ол 0-ден бастайды деген сөз. Сонда V1-іміз тең болады A T1-ге. Мына жерде 0-ді орнына қойсақ, мына 0 болып кетеді. A T1-ге тең болады. Осы жерден A-ны тауып аламыз. A тең болады V1 бөлінген T1-ге. Дәл осындайды екінші жағдай үшін жасамыз. Ол V2 тең болады V0 плюс A T2-ге. V0 0-ге тең. Енді V2 тең болады A T2-ге. Осыдан A-ны табамыз. Ол V2 бөлінген T2-ге тең. Енді мынау 2A-ны теңестіреміз. Сонда бізде қалады V1 бөлінген T1, ол тең болады V2 бөлінген T2. Осы жерде орындарына қояйық. Мәндерді орындарына қоятын болсақ, V1 бізде 0,6 метр секунд. T1-іміз 10 секунд. Тең болады V2 3 метр секунд. T2 табылу керек. Осы жерден T2-ні табамыз пропорция бойынша. 10 секунд көбейтеміз. 3 метр секундқа бөлеміз 0,6 метр секундқа. Сонда тең болады 50 секунд. Жауабы T2 бізде 50 секундқа тең. Есеп. Бізде осындай сурет берілген. Ол X өсі бойымен және AX проекциясының уақыты тәуелді графигі. Уақыттың бастапқы сәтінде, яғни T0 бізде бастапқыда 0 болады. Ол V0X 3 метр секунд болады.
дейді. Т мына жерде т деп жазылған, мен т1 деп алдым. т1 1 секунд, т2 2 секунд кезіндегі бізде vx проекцияларын табу керек. Проекциялары бізде vx1 және vx2-ге тең болады. Так, енді бізге осы проекциялар табу үшін ең бірінші мына жерден үдеуді, графиктен үдеуді тауып алуымыз керек. Бірінші 1 секундтағы үдеуіміз бізде мына 1 секунд болса, үдеу 2-ге тең болып тұр. Сонда ax1-міз ол бізде 2 метр секунд квадратқа тең. Енді ax2 кезіндегі үдеу, то есть 2 секундтағы үдеу бізде мына жерде тұр. Сонда минус 3-ге тең деген сөз. ax2 тең болады минус 3 метр секунд квадратқа. Енді біз формула жазамыз vx1-дің, яғни vx-дің проекциясы vx1 ғой. vx1 ол тең болады v0x плюс ax1 көбейтілген t. Осы формулаға қойып біз vx1-ді тапсақ болады. Так, vx1 тең болады v0x бізде 3 метр секундқа тең, қосыламыз 2 метр секунд квадрат, көбейтеміз t 1 секунд, t1-міз. Мына жерде t1 1 секундқа тең. Сонда тек жауабы 5-ке тең болады. 5 метр секундқа тең. vx2 тең болады vx1, яғни біз қазір мына бөлікті сипаттап жатырмыз. vx1 қосылған ax2 көбейтілген t. Енді қараймыз, мына жерде бізде vx1-ді таптық. Так, vx2 тең болады мынау vx1-ге теңбіз 5. Мына жерде бастапқы жылдамдық осы 1 секундтағы ғой. Бұл жерде бізде жылдамдығымыз 5 болды. Сондықтан бұны біз 5-ті аламыз, яғни v0x-тің орнына, яғни бастапқы жылдамдық ретінде 5 алынады. Қосылады ax2 бұл бізде минус 3 метр секунд квадратқа тең. Енді мына жерде t, t дегеніміз мынау 1 мен 2-нің мына қашықтық, алып отқанымыз. Яғни 2 мен 1-дің ара қашықтық қанша секунд болады? 1 секунд болады. Мынау ара қашықтықта 1 секунд болғаннан кейін біз 1 секундты аламыз. Сонда 5-тен 3-ті азайтамыз, 2 метр секунд болады деген сөз. Енді S1, S2-ні тауып аламыз. Өйткені бізде S жалпы жүрген жол, ол S1 қосылған S2-ге тең болады. Сол үшін S1-ді, S2-ні жеке-жеке тауып алуымыз керек. Так, S1-дің формуласы бізде тең болады v0x көбейтілген t қосу a1t квадрат бөлінген 2-ге тең. Енді осы формуланың енді орындарына қояйық. S1 тең болады v0x бізде 3-ке тең. 3 көбейтілген 1 қосу, бізде үдеуіміз 2 көбейтілген 1 квадрат бөлінген 2. Сонда мынадан 3, мына 2 қысқарып кетеді. Сонда 1 қосамыз, 3 қосылған 1 ол бізде 4 метрге тең. Енді S2-ның формуласын жазайық. Ол бізде v1x көбейту t қосу a2 x, t2 бөлінген 2. Осының орындарына қоямыз. S2 тең болады v1x-міз, ол бізде 5-ке тең болды. 5 көбейтілген 1 қосу минус 3 көбейтілген 1 бөлінген 2. Тең болады 1-дің квадраты 1-ге тең. Одан мына жерде 3 пен 2-ні бөлетін болсақ, ол бізде 1,5. Сонда 5 азайту 1,5. Бұл тең болады 3,5-ке. 3,5 метрге. Енді S-міз тең болады, S1 4 метр қосу 3,5 метр. Ол бізде тең 7,5 метрге. Сызайық. Бізге айтқан жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигін сызуымыз керек. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік. Енді қараймыз, бізде V1 V0, то есть V0 ол бізде берілген 3 метр секунд, яғни ол уақыт 0-ге тең болған кезінде. Уақыт 0-ге тең болса, ол 3 болады деген сөз, ол значит мына жерде деген сөз. Так, мына жерден болады деген сөз. Енді 1 болған кезінде T1-де бізде 5 метр секунд болды. T1 5 метр секунд мына жер болады. T2 болғанда 2 болды. Сонда бізде график осылай болатын. Мен қайтадан төмен түседі. Так, мына жерді дұрыстап сызайын. Солай. И мына жерді тоже былай сызайын, чтобы түсінікті болсын деп. Мынаны алып тастайық та. Мынадан былай сызылады. Графика бізде осылай болады.
үй жұмысын шығарайық. Бірінші есепте бізде автокөлік жолдың бірінші жартысын 36 км сағат, екінші жартысын 15 метр секундпен жүрді. Орташа жылдамдықты табу керек, оны километр сағатпен өрнектеу керек. Енді біз мына жерде километр сағатпен өрнектеу үшін 15 метр секундты километр сағатқа айналдырып алайық. Ол бізде тең болады 54 километр сағатқа екен. 54 километр сағатқа тең болады екен. Енді в орташа жылдамдықтың формуласы ол тең болады 2v1 көбейту v2 бөлінген v1 қосу v2. Енді осыны орнына қоямыз. Орташа жылдамдық тең болады 2 көбейту 36 км сағат көбейту 54 км сағат. Енді бөлеміз 36 км сағатты қосамыз 54 км сағатты. Сонда тең болады, осыны есептесе калькуляторға салсаңыздар болады, ол 43,2 км сағатқа тең болады. Екінші есеп шығарайық. Екінші есепте бізде үдеу берілген, жылдамдық, бастапқы жылдамдық берілген және 3-1 минут берілген. Одан кейін біз жылдамдықты табуымыз керек 3-1 минуттан кейін. Енді мына жерде минутты секундқа айналдырамыз, ол бізде 20 секундқа тең болады екен. Енді жылдамдықтың формуласын жазайық. Жылдамдық теңдеуі v0 қосу a-ға тең. В тең болады, v0-іміз бізде 4 метр секундқа. Қосамыз, a-мыз үдеу 0,3 метр секунд квадрат, көбейтеміз 20 секунд. Так, ықшамдаған кезінде мына жерден адан 6 қалады, 4 болады, 4-ке 6-ны қосамыз, 10 метр секундқа тең. Сонда жауабы 10 метр секунд. Үшінші есепте бізде 31-ші сурет берілген. Осы суретке байланысты дененің қозғалысын сипаттауымыз керек, және де үдеу модулінің уақытқа тәуелділік графигін салуымыз керек. Енді бізде жауабы, яғни қозғалыс тең үдемелі қозғалыс болып тұр. Неге? Өйткені уақыт өткен сайын қараймыз, жылдамдық өсіп жатыр, жоғары қарай көтеріліп жатыр деген сөз. Значит, бұл жерде үдемелі қозғалыс болып тұр. Енді мына жерде график жағы бізде т болады. Секунд, өлшем бірлігі мынау а метр секунд квадрат. Енді бұл бізде тең үдемелі болғандықтан бізде үдеу тұрақты болады. И графигі бізде осылай болады.